Мен Тұрлыбекова Мунира, Торайғыров университетінің әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат кафедрасы мәдениеттану мамандығының 2-ші курс студентімін. Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1450 жыл толуына орай «Әл-Фараби және қазіргі заман» атты халықаралық байқауының барлық қатысушыларына сәттілік тілей отырып, «Әл-Фараби және әдептілік философиясы» атты тақырыбына тоқталсам деймін. Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Узлағ әл-Фараби көрнекті ойшыл, философ, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым және шығыс аристотелизмнің ең ірі өкілі, өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында екінші ұстаз атауына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор. Ғұлама ғалымның еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Сонымен бірге тұжырымдары мен көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Әл-Фарабидің әдептілік философиясы бұл дегеніміз ұлттық әдеп жүйесін моральды, адамгершілікті этика тұрғысынан қарастыру, әдептілікті арнаулы ілім ретінде ғұлама философ жақсылық пен жамандықты айыруға мүмкіндік беретін ғылым ретінде қарастырған. Оның түсінігінше адам жаратылыстағы ең қасиетті жан, сол себепті оған үлкен құрметпен қарау керек деп білген. Әдеп бұл қоғамдағы адамдардың мінез-құлқына қойылатын этикалық талаптар. Сонымен бірге әдептілік адам бойындағы жағымды қасиет. Адамның бойынан әдептілік қасиет көрініп тұрса, оның парасатының, адамгершілігінің мол екендігі байқалады. Осыған орай Әл-Фарабидің мынадай сөзі бар: әдептілік әрбір жеке тұлғаның рухани байлығы, қазынасы. Әл-Фараби шығармашылығындағы көрнекті орын алатын тақырып бұл әрине тәрбие мәселесі. Ол өзінің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты трактатында тәрбие туралы сөз ете келіп, оған нағыз ғылыми анықтама берді. Тәрбиелеу дегеніміз халықтардың бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту деген сөз. Этикалық ізгіліктерді білім, тәрбие арқылы дарыту керек. Сол арқылы адам игілікті істерге талпынады деген екен. Әл-Фарабидің тәлім-тәрбиелік идеялары теориялық дәрежесі жағынан бастапқы негіз бола алады. Ғұлама ойшыл жетілген тұлғаны тәрбиелеу үшін адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген ұстанымды басты қағида ретінде ұсынды. Сонымен бірге тәлім-тәрбие арқылы адамды әдептілікке дарыту идеясын дәріптеді. Қорытындылай келе, Әл-Фарабидің әдептілік философиясы қазіргі күнде де қоғамға, сонымен қатар жалпы қазақ халқына қосар үлесі орасан зор деген ойға тоқталдым. Себебі болашақ ұрпақты 10 жылда дұрыс бағытта тәрбиелеу ол үлкен жауапкершілік. Халықта әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі деген нақыл сөз бар. Халқымыз әр кезде де нақыл сөзді қазына, өнегені өрісім деп таныған. Себебі мағынасы мен мәні өмірден алынған. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, қорғаны сабыр, жолдасы кәсіп, қорғайтын қорғаушысы мінез, бәрін тәртіпке ретейтін ол әрине әдептілік. Адам әрдайым бет сұлулығымен емес, ішкі жан дүниесімен, әдептілігімен, мәдениеттілігімен көркем. Назарларыңызға рахмет.